Ато деген қағазмен бір байқап отырмаймыз. Ассалаумағалейкум. Біртұтас қазақ елім. Жаңа тиктокқа кірдім. Енді тиктоктан сақтырайын етіп олайын десем, оны білмей жатырмын записьті. Енді қараңыздар. 1919 ба 1922 ма сол аралығында Қырғыз автономиялық республика болып тұрғанда Сәкен Сайфуллин бекен, Уалитхан Танашев точно бар, Алихан Бөкейхан бар. Және төрт адам, үш адам деп айтты ана Али Ашим. Соның ішінде мен Уалитхан Танашевты Бөкейордалық адвокат, соны қосып отырмын. Бірінші математик Әлімхан деген атамыз. Сосын бағанағы айтқаным Сәкен Сайфуллин немесе Алихан Бөкейхан аталарымыз сол шекараны бекітті Владимир Ильич Ленинмен. Ертең туған күнің атыр 22-сі. Бәріміз бағанағыдай пикник деген шоколад шықты ол кезде. Бірақ біз поход дейміз ғой, көрдіңіз ба? Орыс тілі бәрі айтылады да. Әлі орысша әлі тіліміз шықпайды. Неге? Кешегі міне Магнумда жүргендер қараңдар. Роза Бисенбайтегі тыңдаңыз. Форд деген бар, жұлдыз деген. Қазыбек Иса, Асуан Перуашев. Тосын ана көп сөйлейтін бір ақа бар. Қазір мылшыңдап соны поделить етіп жатсыздар ғой. Сол менікін поделить етіңіздер шал. Менікі тағы осы қазір мен салам Facebook парақшама мені поделить етіп жіберіңіздер. Неге десеңіздер, мен айтайын дегенім бұл Магнум деп шығып жатсыздар ғой. Неге сіздер Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевты сайлап жатырғанда Асан Перуашев пен Қазыбек Исаға сұрақ қойылды. Ол сұраққа жауап бере алмады сол адамдар. Сол кездегі неге біз ана тілімізді ала алмаймыз? Қазақстан Республикасының 7-ші бабы 2-ші тармағында орыс тілі қосарланып керек деген мен Фейсбукқа да TikTok парақшам жауып қалды. Солардың бәріне қазір Инстаграмда қазір қалай білмеймін, таба аламын ба, таба алмаймын ба. Бірақ айтатын түкетерім далаға ықпаңдар деп айтайын деп жатырмын бар ғой. Ықпаңыздар емес, ықпаңдар. Магнум емес, ол Магнум деген бір адам шығып кетті ғой, шығып кеткен адам кірді ғой қайтып. Кірді, болды, все. Ана жерде ұлтараздылық баяғы жаңа өзегіндегідей бір қазақ қызына тиіскен. Ол сияқты болып отқан жоқ қой мысалы. Қазақ қызына тиісіп отқан жоқ қой ешкім. Или тағы ана тіліне тиісіп жатыр. Неге қазақша сөйлемейді? Бірақ сіздер жазып отқан азаматтар 15-20 бағана поделицияны көрдім, бәрі орысша жазып жатсыздар. Неге орысша жазып жатса өздеріңіз Магнум жайлы? Ал бірінші сұрақ, екінші сұрақ, не үшін ол Магнумға кірмегенде сіздер не ұтасыздар? Бағанағыдай айтып жатқан ұлтараздылық жайлы ештеңе айтылып жатқан жоқ, тек қана айтылып жатыр. Ана тілімізді олар құрметтеу үшін деп жатыр да. Олай емес, қателеспеңіздер. Этностық топтар, қазақ емес, этностық топтар көп. Кеше екі адам мақтап шығарып жатыр да. Орысты шығарып жатыр мақтап. Көке, орыстар, көттеріңді қыса қойыңдар. Қазақ ба? Қазақстан Республикасында қазақ елі деп те қойылмағанмен де Қазақстанда адамдар бар. Ел үшін тұратын. Магнумда тұрған ештеңе жоқ. Магнумда бәлемің ақша, бәлемің миллиард жатыр ғой. Кіре ма, кірмей ма, бәрі Магнумды жабып қалмайды ол. Онан да қазір сол жазбаны тоқтатып алып, онан да Қазақстан Республикасы 7-ші бабы 2-ші тармағын жайлы солыны қозғаңыздаршы. Мен просто уже бағана орысша жазып жатқаннан кейін өзім құртып кеттім бар ғой. Магнум жайлы орысша жазып жатыр өздері. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, амандықта болайық. Уалитхан Танашевты тек қана айтқан ана жігіт атын ұмытып қалып отырмын. Арман ба, Асан ба, үлкен жігіт, аузы дін жайлы, өлкетанушы ма, күшті айтады ол бар ғой. Али Ашимға да айттым, Анара деген қыз бар, бір оған да айттым. Анар да бағанағыдай, олар бағана Қазыбек Бекет ата, Қазыбек баяғы жерден шыққан жердің батыры деген сияқты ұйқыдан тұра алмай қалып көніп тастаған бір апа жайлы, мысалы сондай жайлы айтады ол. Сондай әңгімелер, жылан жайлы деген сияқты, жылан арбақ, сондай жайлы әңгіме айтады да, бағана Анар деген. Бірақ ешбір ана жігіттен басқа Уалитхан Танашев ешкім айтқан жоқ. Негізі Әлімхан Ермеков, Уалитхан Танашев, тағы бір 4 адам барған тек қана Владимир Ильич Ленинге. Ал жақсы. Енді ана айтады ғой, орыс оңбаған, оншелікке тоймаған деп, оны не үшін айттық?
ол кезде айтқанда да біздің қасымыздағы орыстар ренжіген ештемесі жоқ қой, или бір жері құлағы түсіп қалған ештемесі жоқ. Сол сияқты біздің Қазақстан Республикасында түріктер билегісі келіп түріктерді қуып шықтық, арабтарды қуып шықтық, тағы басқа шешендерді қуып шықтық, бірақ мына өзбектерді қуа алмай жатырық, қырғыздарды қуа алмай жатырық, қалпақтарды қуа алмай жатырық. Неге? Қазақстан Республикасы шекараны ашып қойды. Ал жақсы, сол әңгіме жайлы неге қозғамайсыздар? Ақтауда қаншама қазақ баласы сотталып кетіп жатыр осы өзбектер үшін. Өтірік емес, не сенбесеңіздер қараңыздар, кіріңіздер. Менің парақшама кіріңіздер, мен оларды бұрын жазатын едім, қазір жазбаймын. Неге десең, мен өзімнің айтады ғой, ол мақал ойыма келмей тұр, бірақ бағанағыдай балық басынан шірейді дейді ғой, қазақша. Сол сияқты соған етіңіздер. Мен жаңа Facebook парақшасына кіремін деп, мына TikTokқа кірдім, мына TikTokта отырмын. Коля Алексеевич, ағылшынша Колу 872-870-887. Екінші парақшам Юсер деген оны бәрі біледі. Соған нөмірін қоса қоясыздар, 872-870-887. Шәуәл оразада бітті, Рамазан айда бітті. Енді мына шәуәл оразаларымызды ұстайтын адамдар ұстайды ғой мысалы да. Бірақ мен күшті соңғы менің Facebook парақшам Коля Алексеевичті, Instagram Коля Алексеевич, YouTube парақшамда ерінбей қарай қойыңыздар. Соңына та осы видеоны салам. Осы видеоның алдындағы сообщение бар, Магнум деген. Соны қараңыздар шал. Магнум не үшін қырылып жатыр? Оны білмейтіндер де бар, кеше бір жазып өтті Роза апай. Білмейтіндер де бар екен, бүйтпейді. Білмейді, конечно, ол не керек Магнум? Ол біреудің, сіз өзіңіз ондай бай болмағаннан кейін, ондай кәсіпкер болмағаннан кейін сіз жазасыз. Кімде де жазып жатыр, Ахметбек Нұрсила деген. Ахметбек Нұрсиланың машинасын білесіздер ме сіздер? 500 мың миллион тұратын машина. 500 миллион тұратын, 500 миллион тұратын машина. 500 миллион теңге. Біз 60 мың ақша тауып, 80 мың ақша тауып, күнделікті күніміз көре алмай жатырық мысалы. Олар деген құқтырады келіп алып. Вот сондай кәсіпкерлерден бастаған ғой, бір-бірін жамандап, бір-бірін көре алмай Магнумды. Қателеспеңіздер, ол ана тіл үшін күресіп жатқан ешкім жоқ оның ішінде. Кеше өзі кешірім сұрады ғой ана жігіт деген. Ал қараңдар, Амилай жүр, мына мистер Коби деген жүр Атырауда, тағы бір жерлерде жүр. Бағанағыдай бір нәсілділер, екі нәсілділер, Амилай сияқтылар. Солар неге тоқтатпайсыздар? Марғұлан, бағанағы кім? Думан Мұхаммед Кәрім бар, бүткіл әлемдік рекорд жасаған Марат Жыланбайды неге шығарып алмайсыздар? Барып Алматының Еркін Рақышевқа көмектесіп, тағы басқа жер жайлы айтылып, қаншама Қытайдың жер сатылып жіберді. Сіздерге ойыншық керек. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, маған тіркеліп кетіңіздер. Қазір қараңыздар, Facebook парақша қазір, қателестім. Мен осы 10 минуттан кейін сағат неше болады қарай қояйын. 11:30 болып жатыр екен. 11:35-те Facebook парақшасына, егер де мені қарап жатқан оқырмандарыма Facebook парақшасына тікелей эфирге қосыла қойыңыздар. Рахмет, сау болыңыздар. Тағы да айта кетейін, елім деп, жерім деп, қазақ деп, қазағым деп соғатын адам 7-ші бап 2-ші тармағындағы орыс тілі алынсын. Менің 100 километр мені Астрахань тиіп тұр ал. Мен неге айтпаймын? Мен неге айтқым келмейді? Мен неге қазақша сөйлеймін? Мен де орысша сөйлегім келеді дейсің бе? Мына жағым 300 километр шығыс, күн шығатын жақ. Анада біреу жазып жіберді, күн батыстан шығады бір күні деп жазып жіберді. Қосбармақов екен, Басбармақов жазушы. Сол жазып жіберді, ол бірақ бағанағы мақал түрінде жазып жатыр ғой. Неге десең, мына күнімізде де бәрімізге, бізде сағат 12 болып жатыр, Алматыда 12 болып жатыр. Көрдіңіздер ме? Сол сияқты мына Атырау қаласы 300 километр күн шығып жатқан жақ. Сол үшін айтайын дегенім, қазақтың деген азамат маған комментарий жазып кетіңіздер. Магнумды қолдама демей, Магнумды қолдама. Мен Астанада жоқпын, просто күлкілі де, просто ана жерде қазақтар орысша жазып жатыр. Мен сол үшін айтып жатырмын сіздерге. Және орыстар қазақша сөйлеп, соларды мақтанып жатыр. Және біздің қазақтар сол орыстарды поделить етіп жатыр. Көке, қазақша, қазақ. Біздің ақындарымыз бар ғой. Соларды таратыңдар лучше. Амандықта болайық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.